Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жас Медиа. Бүгін бізде қонақта Мен Жандос Қожахметұлы Смағұлов, Евгений Аштанов Букетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университетінің қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры, филология ғылымдарының докторымын. Өте керемет, танысқанымызға қуаныштымыз. Бүгін мектебімізге келгендеріңізге көптен көп рахмет. Қазір мектебімізде түрлі зерттеулер болып жатыр. Қазір олармен жеке танысып жатасыздар. Енді өзіміздің тақырыбымызға орала кетейік. Сізге мен Мәшһүр Жүсіп туралы сұрақтар қойғым келеді. Мәшһүр Жүсіптің, мысалы, Мәшһүр Жүсіпті көбісі тек қана көріпкел ретінде таниды, жастардың көбісі. Ал ол кісінің шығармалары жайлы, ол кісінің ұрпағы жайлы ешкім көп ақпарат біле қоймайды. Сіз соларға деген көзқарасыңыз қалай? Соларды қалай, Мәшһүрді қалай тереңнен тануға болады екен, қалай үйретер едіңіз сол ұрпаққа? 20-шы ғасырдың басындағы қазақ поэзиясында Абайдан кейін ұлттық лириканың, поэзияның, саяси әлеуметтік тақырыптағы поэзияның туын көтерген екі ақын болды. Ол екеуі де Баянауылдан шыққан. Біреу Сұлтанмахмұт Торайғыров, екіншісі Мәшһүр Жүсіп Көпеев. Дұрыс айтасың, елдің көбісі ел аузында жүрген аңыздар, естеліктер бойынша Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің ақындық дарындылығына, талантына қараған уақытта оның кісінің көріпкел, әулие, болжағыш, емші дәрежесіндегі тұлғасына көбірек ден қояды. Ал ұлттық әдебиеттану ғылымын тұрғысынан алып қарайтын болатын болсақ, 1907 жылы, 1907 үш кітабын шығарады. Сарыарқаның кімдікі, тірлікте көп жүргенімізден көргеніміз, көп көргенімізден, одан кейін хал ахуал деген үш кітабын шығарады Қазаннан, Кәрімовтердің баспасынан. Абайдың өлеңдер жинағы 1909 жыл шыққан. Санкт-Петербургтан Абайдың жинағы 909 жыл шыққан. Ал Мәшһүрдің үш кітабы бірдей, жаңағы аталған 1907 жыл шықты. Абайдың саяси әлеуметтік лирика, Мәшһүрдің саяси әлеуметтік лирикасы екеуі үндес. Өйткені бұлар ағартушы ақындар. Мәшһүрға кейін кеңес дәуірі діншіл ақын дегенді қосып қойды. Сол үшін әдебиет тарихына кіргізбей, зерттетпей, тәуелсіздік алғанымыздан кейін ғана зерттеле бастады. Мәшһүр өзінің өлеңдерінде сол кезеңдегі 20 ғасырдың басындағы қазақ тұрмысы, қазақтың отаршылдықтан, Ресейдің езгісінен азап көріп отырғанын, ғылым, білімге ұмтылмай отырғанын барынша жазды. Жаңағы Сарыарқаның кімдікі екені атты кітабы патша жандармериясының тұсынан тыйып салынып қамауға алынды. Таратуға болмайды деген. 20 ғасырдың басында патшаның жандармериясының тұсынан цензурадан ел оқымасын, жинап алып өртелсін деген екі кітап болды. Біріншісі Міржақып Дулаттың Оян қазағы, екіншісі осы Мәшһүр Көпеевтің Сарыарқа кімдікі атты кітабы. Яғни патшалық Россия қорқатындай, сескенетіндей кітап шығаратын болатын болса, Мәшһүрдің сол кезіндегі қазақ әдебиетіне қосқан үлесі зор деген сөз.
азаттыққа, тәуелсіздікке шақыру идеясы. Қазақты оян қазақ деген сөзді бірінші кім айтқан жоқ? Міржақып Дулатов айтқан жоқ. Бірінші бұнда 907 жылы Сарыарқаның кімдігі атты, кімдікі деген кітабында оян қазақ дегенді Мәшһүр Жүсіп айтты. Ал оян қазақ Міржақыптың бұнда 99 жылы шыққан. Ендеше бұл ұранды көтерген кім? Мәшһүр Жүсіп Көпеев. Ендеше Міржақыптың ұстазы ретінде бүкіл Дала уалаяты газетіне Баянауылдан хабар деп мақалалар жазып тұрған. Мысал өлеңдер жазған. Мысал өлеңдер. О кезеңде қазақ әдебиетінде мысал өлеңдердің онша орын алып кетпеген кезеңі. Ендеше қазақ ұлттық руханиятта Мәшһүр Жүсіп Көпеев ақын, шежіреші, фольклор танушы, фольклор жинаушы, поэма жанрын дамытушы тұлға ретінде бағалауымыз керек. Сан қырлы тұлға. Ол кісінің емшілігін, тәуіпкерлігін, берген баталары, сөздерінің керемет шешендігі тұрғысынан келгенде ол кісі шешен. Ол кісі елдің арасындағы дауларға билік айтушы, елдің ақсақалы, турасын айтушы, сараң, дүние қоңыз байларды сынаушы, Абайдың сыншылдық реализмін одан әрі қарай жалғастырушы осы Мәшһүр Жүсіп Көпеев. Ал кейін ата сұрағыңыз болса керек. Керек десеңіз, Мәшһүр Жүсіп Көпеев Абайға бірінші баға берген адам. Абайдың шығармашылығы туралы бірінші баға беріп, баспасөз бетінде Дала уалаяты газетінде Абайдың ақындығын, талантын Баянауылдан хабар атты мақаласында Дала уалаяты газетіне жариялаған. Оның себебі Абай көзінің тірісінде өзінің өлеңдерінің кітап болып шығуы, баспасөзде жариялануға қарсы болған адам. Бермеген. Дала уалаяты, Түркістан уалаяты газетіне бермеген, алып оқыған, бірақ өлеңдердің жариялануына қарсы болған. Ол кісінің өлеңі Дала уалаяты газетіне жазды күн шілде болғанда болдым мінекей атты өлеңі Көкбай Жанатайұлының атынан жарияланған. Көкбай Жанатайұлы кісіден үйреніп жаздым, Көкбай Жанатайұлы деп қол қойған. Абайдың дегенде жазды күн шілде болғанда, көгіре шалым зарық болғанда атты өлеңі, сосын болдым мінекей. Ана өлең деп былай деп жазады, басында тақырып ретінде. Семей өзінің қазағы Ыбырайым мырзаның ауылының Бақанас өзенінің бойында қонып жатқандағы түрі. Жалды күшінде болғандағы өлеңі. Солай деп жатады. Жақсы, Абайдың өлеңдері бұрын жарияланбаған, бірінші рет жарияланып отыр. Көкбай Жанатайұлының атымен жарияланып отыр. Айта кететін мәселе, кейін Абай өзінің осы екі өлеңін, өлеңімді өзіме қайтар деп бір ат беріп қайтадан сатып алған, өз өлеңін өзі Көкбайдан. Сонда көп Баянауылда жатқан Мәшһүр Жүсіп Көпеев Баянауылдан хат атты, екі өлең жарияланған кейін Дала уалаяты газетіне мақала жазады. Сонда айтады, біз Ыбырайым мырзаның, Абай ғой енді, Ыбырайым деп, Ыбырайым мырзаның өлеңдерін бұрында оқушы едік, білуші едік. Өлеңдеріне қатты тәнті болушы едік. Құдайым Ыбырайым мырзаға денсаулық берсін, пәле жаладан аулақ қылсын. Енді мынау газетеге басылған екі өлеңін оқып, одан кейін бек риза болдық. Әсіресе болыс болдым мінекей атты өлеңі біздің елде де болыс сайлауда кезінде болатын ерсі қылықтарды, болыстардың мінезін, қылықтарын тамаша ашып берген деп бағалайды. Ал өлең Көкбай Жанатайұлының атымен жарияланып отыр. Ендеше Мәшһүр қайда біледі Абайдың өлеңі екенін?
жоқ, қайдан біледі? Бірінші рет шығып отыр. Бұның кітап шыққан жоқ, не шыққан жоқ, қайдан біледі? Міне мәселе осында. Мұхтар өзім айтады. Абайдың даңқы, өнері, өлеңі үш жолмен тарады. Біріншіден ән арқылы тарады, ән арқылы. Екіншісі баспасөз арқылы тарады, үшіншісі қолжазбалар арқылы тарады дейді. Баспасөзге бірінші рет шығып отыр. Ендеше тарихты дерек бойынша алып қарасақ, мынау Ырғызбай, Абай ауылының Ырғызбай тұқымдары ғой. Қыздары тұрмысқа шыққан уақытта олардың жасауының бірінші мүлкі Абай өлеңдерінің қолжазбасы болған. Ұзатуға жасау дайындайды ғой. Құда түсіп кетті, ата тұрып қойды, бір жылдан кейін ұзатады. Ендіші жасау дайындау керек. Жасау дайындаған уақытта жаңағы қыздың әке шешесі Мүрсейіт моллаға тапсырма береді. Абай өлеңдерінің қолжазбасын дайындап береді. Бір құлынды биеге. Яғни Мүрсейіт содан байыған. Жаңағы Абай өлеңдерінің қолжазбасын жасап береді. Яғни Абай ауылының бір қызы Баянауылға ұзатылған. Ол өзімен нені алып келген? Абай өлеңдерінің қолжазбасын алып келген. Ол Бәшқұртовтың қолына түскен, Бәшқұртов оқыған. Жаңағы Абай өлеңдерімен бұрын да таныс едік, оқып едік деп отырған сол. Көрдіңіз бе? Ал анау газеттерге жарияланған өлең бірінші рет жарияланып отыр. Кітабы әлі шыққан жоқ Абайдың. Яғни Мұхтар өзім айтқан Абайдың даңқы, өлеңі, өнері үш жолмен тарағанда бір қолжазбамен тарауының себебі Тобықтының қыздарының арқасында. Ал қазақтың қара қойы мен қара қызының бармайтын жері жоқ. Ендеше Тобықтың қыздары ұзатылғанда батысқа ұзатылды ма, Баянауылға ұзатылды ма, Қарқаралыға ұзатылды ма, өзімен бірге Абайдың өлеңдерін қолжазба ретінде алып келген. Абайдың даңқы осылай тараған. Ол Міржақыптың қолына түскеннен кейін, әкім Бәшқұрттың қолына түскеннен кейін барып бірінші рет Абайға баспасөз бетінде баға беріп, оның ақындығына керемет тамаша қалған Бәшқұрт көбейіп. Тарихта бірінші Абайды ұлы ақын деп мойындаған, осы баспасөзде жариялаған дала уалаяты кезінде бүкіл қазақ даласына тарады. Яғни өлеңдері оқылып, оған ол өлеңдерге баға берген Бәшқұрт болып табылады. Абайтанудың алғашқы соқпаған, алғашқы қадамын баспасөзде жасаған Бәшқұрт көбейіп. Рахмет. Мен мысалға жаңағы қолжазба арқылы тарағаным бұрын сонда естімеппін. Сіздің арқаңызда бұл ақпарат менің санамда міндетті түрде қалады. Сынайды. Бәшкем Абайды сынайды жаңағы мақаласында. Дала уалаяты газеттің 5 томдығы бар. Соны тауып алып оқы. Сынайды. Сынағанда қалай сынайды? Ақындығын сынамайды. Сонда айтады. 300-ге атағы шыққан Құнанбай қажыға Абай неге ас бермеді дейді. Абай әкесіне ас бергізбеген. Қазір кім көрінген ас беріп жатыр ғой, анаған ас беріп жатыр мұнаған. Абай ас бергізбеген. Не керек ол? Даланы қан састып, бәленбай жүздеген жылқы сойып, отарлап қойса, даланы қан сатып, бәйге шаптырып, балуан күрестіріп, жарыс ұйымдастырып, не үшін керек ол? Не үшін? Атақ шығару үшін ғана келеді. Абай айтады. Атақ шығару үшін керек. Одан менің қажы әкеме, Құнекеге ешқандай пайда жоқ. Дейді жиналған жылқыны жігітектің, бөкенші борсақтың кедейлеріне таратып береді. Ақшаны Семейдің пароход стыбасы, Ертістің бойындағы жүк таситын нашар жұмысшыларға таратып береді. Сонда айтады кім? Абай. Абай айтады, таратып нетпегенде. Ол анау ас бергендегі жасалған Аллахбірдің әруаққа ешқандай пайдасы жоқ. Керісінше, ана кем жетім жесірлердің жасаған Аллахбірі әмині менің қажы әкеме Құнанбайға солар тиеді. Өйткені олар шын көңілімен береді. Абайлар атын шығару үшін бәйге шаптырады деп кім? Абай ас бергізбеген. Сол ас бергізбегенін осы мақалада Бәшқұрт дұрыс сынайды. Құнанбайға неге ас бермеді? Атағы шығып отырған ыбырай, байлығы жетпей ма? Құнанбайдың атағы
бүкіл сізге тараған адам басқалар беріп жатқанда абай неге осыған қарсы болған деп абайдан сол құнанбайға ас бермеген, ергізбегенін сынайды. Тәкежан абайды ұрмақшы болған, ас бергізбедім деп ағасы әрімдейсі. Мені мәселе осында. Сұрақ жоқ. Осымен біздің сұхбат аяқталды. Бізде уақыттығыз ғой өйткені. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Жақсы. Рахмет.